Саламатсыздар ма балалар? Ана тілінің 48-ші сабағына қош келдіңіздер. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып каналға тіркелуді ұмытпаңдар. 48-ші сабақ сөйлем. Өлеңді түсініп оқы. Ораз ақын Асқар аталарыңның өлеңі. Алғашқы хат. Әріпке әріп жалғасты, жазу сырын аңғардым. Хат жазуға алғашқы кәдімгідей қамдандым. Қалсам мінін анықтай, келмеді үйкеп өшіргім. Жазғанымды жалықпай, қайта көшірдім. Сау болуын қатеден достарым да ескерді. Мәз боп оқып атанам, ұстазым да тексерді. Балалар, бұл алғашқы хат жазған баланың өлеңі. Бұл жерде қамдану, дайындалу дегенді білдіреді. Хатты қалай жазу керек? Балалар, білесіңдер ме? Хаттың ең бірінші сәлемдесуі, одан кейін өзіңнің айтар ойың, елдегі жаңалық болады, соңында қоштасу болады. Сен өзің хат жазып көрдің ба? Ендеше достарыңа хат жазып көр. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Балалар, бұл тақырыпқа сәйкес жұмбақ. Аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Жарайсыңдар, бұл хат. Атаңа немесе әжеңе хат жаз. Үлгі, амансыздар ма ата, әже? Аман есен жүрсіздер ме? Біз де аманбыз. Сабағым жақсы, сау болыңыздар. Сәуле қалада тұратын қыз. Ауылдағы ата-анасына, ата-әжесіне өзінің сәлемдемесін хат ретінде жазған. Ендеше сендер де ауылдағы ата-әжелеріңе, немесе ауылда тұрсаңдар, қаладағы туған туыстарыңа хат арнап жазып көріңдер. Және оны ата-аналарыңа тексертіңдер. Балалар, жұмбақ шешу адамның ой өрісін дамытады. Және сендердің даму ерекшеліктеріңді одан әрі нығайтады. Ендеше мына жұмбақты шешіп көр. Бір-біріне таянып, Х болатын қай әріп? Балалар, С әріпі. Х әріпін біз жазбаша түрде жазғанда, С-ны бір-біріне таяндырып жазамыз. Сау болыңдар.